көпшілік мен жақын кешіпер Қалибек Қанжарбайұлы. Сіздерге мына жаңа жыл байланысымен көп адамдардың менен телефон шалып сұрайтын бір сұрағына жауап бергім келіп отыр. Ол болса мына ерлердегі ерлік қуаттың әлсіреуі, Енді бұның әлсіреу себебі төмендегі бір қанша түрден болады. Бұның себебін тауып алып, себебіне қарата дауаламайтын болсаңыз, мәңгілік сақ емес, Енді бұл ерлік қуаттың әлсіреуі, адамдардың мына ерлік қуаты әлсіреп кетпейді. 50 жастан төменгілердің, 55 жастан төменгілердің. Бұл не үшін әлсірейді деген кезде бұның бір қанша түрлі себебі бар. Бұның бірінші себебі, бұның 80% мына қуық асты безінің қабынуынан болады. Мына простатит деп жүр, мына простабез дейді. Мына көтеншектің алдыңғы жағында, мына кіші дәреттің каналшасын орап тұрған бір без болады, осы қабынып кетеді. Кейде бұл қатайып та кетеді. Енді бұның енді бірінші себебі бұл енді суықтан болады, қан айласының жақсы болмау себебінен болатын бір түрімен, енді бір мына микробтан болатын түрі, Бұндағы микробтар деген кезде грибоктардан, замбруктардан, шарша бактерия, таяқша бактерия сияқты бұлардың бір қанша түрлері бар. Бұның 7 түрлі микробты мына райында 72 сағат өсіруге болады, мына қуық асты без сұйықтығын алып. Енді аймақтарда бұның 3 түрін ғана тексереді, Ол техникаға әлі жете қойғанымыз жоқ, дамығанымыз жоқ. Сондықтан бұның микробсыз түрін анықтатып алып, микробты болатын болса антибиотиктар мен жүңгі өсімдік дәрілерді бірлестіріп істету керек, микробсыз түрін басқалай дауалау керек. Бұл бұның 80% кетті. Енді екінші себебі не деген кезде, мына ерлерде, мына білесіздер ғой әдетте, мына адамдардың балтыр тамырлары кеңейіп кететін. Білеуден сол сияқты, мына жерде мына көк қан тамырда жеңбай шүйжаң дейді. Осының кеңею себебінен мына аталық ұрық бізге қан жетіспейді дағы, осыдан әлсіреу кеп шығады дағы, аталық ұрықтың саны төмендеп кетеді. Енді бұның бірден бір дауалайтын жолы бұған бір ғой, талай адам алданып жүрген, алданбай қойыңыздар. Бұның бірден бір жолы әдеттегі операция мына көк қан тамырды екі жағын буып кесіп алып тастайды. Бір 3 күн 4 күнде больницада жатасыз. Бұны біліп алыңыздар. Енді бұның үшінші себебі болса, дәл осы жерде міне, көрдіңіздер ме? Міммин деген бір төшкі бар. Адам денесінде мына 62 тамыр дейді ғой. Мынадан бастап отырып, мына 31 нерв тамыр бар. Қазақтар кезінде мына 62 тамыр деген, дәл осының мына аталық ұрық безі басқаратын, дәл осы жерде төшкіде шерші өсіп қалады, Не сол жерде зақымдалып, қалаттағы оған баратын ана қан жетіспейді дағы, сонымен бір әлсіздік кеп шығады. Бұны сол мына осыдағы себеп тауып алмай, дәрісті ететін болсаңыздар, бұның ешқандай пайдасы жоқ, алданасыздар, Бұны біліп алыңыздар. Енді бұның үшінші себебі, сіздер білесіздер міне, адам ашқазан. Ас қорыту мүшесі ғой, ашқазанның әлсіреу себебін азықтық қуат жетіспейді дағы, осыдан кеп шығады. Енді бірі, өздеріңіздің мына оң жақтарыңызда, мына жерде бауыр бар ғой. Адамның бауырды өзі білесіздер, ас қорыту керек, бауырдың қызметінің әлсіреу себебінен осындай әлсіздік кеп шығады. Енді бұдан да маңызды бір себеп, адамның басында 12 жұп басқаратын нерв бар. Бұл адамның көңіл күйімен тікелей байланысты, Көңіл күйі жоқ адамдарда мынандай қуат сезім бірақ тосылып қалады. Не болмаса бір нәрседен қорғанып қалады деген сияқты. Сондықтан бұны дауалауда алдымен себебін тауып, себебін жоғалтыңыздар. Бұған дәрі ішудің қажеті жоқ. Мен сіздерге өткен сөйлеп өткен ғой. Ең жақсы тамақ сүт деп. Түйенің сүтін шектей ішсеңіздер болды. Не болмаса биенің сүтін ішіңіздер. Енді мен сиыр сүтін көп дәріптеп кетпеймін, өйткені оның қанын тексертіп алыңыздар, сары буын болса ертеңгі күн. Мен айт деп менен көресіздер, оған мен жауапкершілік етпеймін, Ал енді бұрын не үшін осындай ауру болмады деген кезде, бұрын өздеріңіз білесіздер, аталарымыздан 80-бай, 70-бай, 90-байға деген туылған, Неге деген кезде, бұлардың не үшін осындай қуаты кәртегенде сақталған деген кезде, бұл қазақтың ат міну мәдениеті, Ер адамдар ат мінеді, аты барлар болмаса өгіз мінеді, түйе мінеді, тайынша торпақ мінеді. Осының барлығы да осында бездің қабынуын
алдын алған, ол кезде мына жұмылдырады, микроб жоқ. Ал енді бұрынғы апаларымыз не үшін бұл туыт кезінде қиналмаған, арты 7 бала, алды 13 бала, одан жоғары 24-ке дейін ұрпақ көрген. Бұлар не үшін деген кезде, сол мына біз айтамыз ғой, қызды жылқыш деп. Ат міну мәдениеті адамдардың мына дас бостығын сүйегін жетілдіреді дағы, қиналмайтын туыт болған. Сол кезде. Енді ол кезде ол туыттан кетпейтін адам жоқ деп айтуға келмейді ғой. Қиын туыттардың адамдар ол кезде кетіп қалады, тоғытыр жоқ. Бұны біліңіздер. Онан кейін мына адамдардың мына ұрпақсыз болу мәселесі. Өте бойдағы атамыз айтқан, адамда 12 түрлі несібе болады деген, осының біреу кем болып қалады. Не үшін деген кезде, осының 80% мына ерлерде болады дағы, 20% әйелде болады. Осы кезде ерлер айтады дағы, ойбай менің әйелімде бар деп өздері тексерілгісі келмейді әмәлиятта. 80% ауру осының себебі ерлерде тұр. Сондықтан ер әйел бірдей үлкен орынға барып, жас кезінде тексеріліп алу керек. Соны анықтап, соның себебіне қарай дауалану керек. Анаған мынаған жүгірудің қажеті жоқ шығындалып. Ал енді осы ұрпағымыздың ол қыз болу себебі немене деген кезде, бұрынғылар айтады ғой, мен келінім қыз туып қойды деп. Ол ондай мәселе емес. Ол сіздің ұлыңыздағы мәселе. Мына ерлердің аталуында XY, әйелдерде XX деген хромосома болады. Егер X пен Y бірігетін болса, туылған бала ұл болады. X пен X біріксе, онда туылған бала қыз болады. Бұның әйел адамдармен ешқандай қатысы жоқ. Енді осы оның мына қышқылдық негіздік дәрежесі жас шамасымен байланысты болады. Бұны да біліп алыңыздар. Енді тағы бір айта кететін жайт. Осы мына тораптардың дәрі жүрсіздер ғой. Дәріні бауыржампиңдап жүрсіздер. Бауыржампиң дәрілерді доғырқандар сатпайды. Не үшін деген кезде, ол сіздің азықтық деген өнім, иә? Ол дәрі деген сөз жоқ. Ол мәселе, ол сатушыда тұрған нәрсе. Алдымен дәрі сататын адамда, мына адамдардың осы көрдіңіздер ме, анатомиясын біліп алу керек, құрылысын. Онан соң бұл мына 24 мүшенің физиологиясын білу керек, патологиясын білу керек, фармакологияны білу керек, осыған істететін. Онан соң шөп дәрілердің барлығын әртүрлі дауалау тәсілдерін бітіріп алғаннан кейін, біліп алғаннан кейін өзіңіз емтихан беріп, мен міне 7 жыл оқып алған куәлігім, онан соң мына Жулидан бастап, Жиеден бастап, міне кінәшқаларыңызды ала бересіздер. Сонан кейін міне мемлекеттік жұмыс шипагерлігінің құяны боласыздар. Сонан соң бұларыңызды қойып қоймайсыздар, машинаңызды шыниян қылған құсап бұны жуышып тұрасыздар. Онан соң қатысты орындарға барып, куәліктеріңізді алып істетсеңіздер болады. Енді өздеріңіз ештеңе білмей тұрып, торапта мен өткенде бірнеше адамды қосып көрдім. Маған мына 6 сан жолда жүрек беріп тарқатып қой, мені қосып ал дейді. Мен қосып алып көрсем, бұларда ешқандай бір куәлік жоқ. Иә? Ол тағы өздерін ұстаз қойып апты. Міне сіздерге айтайын, 3 томдық кітап жазған шипагерлік арнаны менің өзім айтқанға намыстанам, ұялам. Біреуді алдағың келмейді. Сондықтан ауруың жасырсаң өлімің әшкер дейді. Осы ер адамдардың көбін мен байқап көрдім. Осы намыстанады екен дағы айтқаннан доғдырға. Анаған мынаған жекеге көрініп айтым өйтіп, сонымен ауруын асқындырып ап, содан өздерінің не болып қалғанын білмейді екен. Сондықтан сіздерге айтарым, партия өкіметінің саясаты жақсы, ауданнан жоғары орындарда больницаға жылына бір рет жатып, бүкіл денеңізді айтып тексеріліңіз. Доғдыр оның бәрін тексермейді. Өзіңіз айтасыз, иә? Мына белімді, мойнымды ситиға қысыға саламын, мына қуғасты без көктауымды бешауға түсіремін. Мына жерде мына қуғасты безіне микро алып 78 сағат өсіремін. Онан соң мына басқа бауырымның ашқазанның қызметтерін тексертемін. Не үшін осындай болып қалдым? О, сіздің дәріңіз маған пайда қылмайды. Неге менің ауырым себебі оқсамайды деп алдым. Осы себебін тауып алғаннан кейін қалған дүние оңай, иә? Сондықтан да артық айтсам кешіріңіздер. Бұны айтпайын десем, көптеген елмен осы
аз болса бір мың қанша болған шығар, телефон соғып әуре болып келді мен. Бұдан кейін маған телефон соқпаңыздар, өздеріңіз тұрған жергілікті орынға көрініп деген өзіңізді айыртып алғаннан кейін ең жақсы тағдыр доғдыр өзіңізсіздер. Рахмет көпшілікке. Өзара өздеріңіз түсінісіп қойыңыздар. Рахмет.